بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barша мақтау әлемден Раббысы Аллах Тағалаға болсын. Аллах Тағаланың игілігі мен сәлемі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын, оның соңынан ерген барша үмбетке болсын. Енді біз осы бір кездесуімізде кішігірім мынау тарауық намаз жайында айтып кетсек деп отырмыз. Өйткені енді Рамазан айында жасалатын негізгі құлшылықтардың бірі осы тарауық намазы болып есептелінеді екен. Бірінші тарауық намазы туралы айтып кетер кезінде қысқаша бұның тарихына тоқталсақ. Тарауық намазының басталуы қалай? Тарауық намазының басталуының тарихы сонау пайғамбарымыздың кезінен басталады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам әдетте жыл 12 ай оқитын намазы болған. Яғни қиямул лейл, түнгі намаз, тахаджуд деп алсақ та болады. Осы намазды оқитын болған. Ол кісі бұл намазды үйінде оқитын еді. Бірақ Рамазан айы келген кезде пайғамбарымыз Рамазанның алғашқы күнінде осы тарауық намазын үйінде оқитын кәдімгі тахаджуд намазын мешітке шығып оқиды. Мешітке шығып оққаннан кейін мешіттегі сахабалар пайғамбарымыздың намаз оқытқанын көргеннен кейін олардың әдетінде пайғамбарымыз намаз оқығанын көрсе артынан ұюды жақсы көретін еді. Сөйтіп пайғамбарымыздың бұл бір алға шыққан кезінде артынан бірнеше сахаба ұйып намаз оқиды. Кейін осы әңгіме ертесіне тарайды. Пайғамбарымыз мешітке шығып намаз оқыды, біз одан артып ұйыдық деген сияқты. Оған қызығушылардың саны артады. Ертесіне пайғамбарымыз екінші күн шыққан кезде бірінші күннен қарағанда сахабалардың саны көбірек болады пайғамбарға ұйушылар. Пайғамбарымыз үшінші күн шыққан кезде мешіт толады. Мешіт толып, елдің бәрі, сахабалардың бәрі бұған қызыға бастайды. Төртінші күні адамдар өте көп келіп мешітке күтіп отырады пайғамбардың артынан ұйып оқу үшін. Бірақ пайғамбарымыз төртінші күні намазға, тарауық намазына шықпайды. Кейін таң намазына шыққаннан кейін пайғамбарымыз айтады: "Мен сендердің мешітке келіп жиналғандарың бәрін білемін" дейді. Бірақ та мен әдейіге бұл намазға шықпадым дейді. Өйткені кейін өздеріңе оны парыз қылып алмауларың үшін деп айтқан екен. Міне осыған қарасақ, бұл тарауық намазының басталуы сол пайғамбарымыздың кезінен келе жатыр екен. Кейін пайғамбарымыздың өмірін өткеннен кейін адамдар осы күйде болды дейді. Кейіннен кейін Омар разиаллаху анхудың халифалық тұсында Рамазан айында мешітке келсе, адамдар сол Рамазан айында оқылатын тарауық намазына қызығып, соны оқуға кіріседі екен. Бірақтан біреусі жаңғыз оқиды, біреулер әр жерде өзінше топ болып оқып жатқанын көреді де, Омар олардың бәрін бір қарының артына ұйытқанды жөн көреді. Яғни пайғамбарымыз кезінде бәрі пайғамбардың артына ұйып оққан сәті болғаны сияқты. Сөйтіп Убай ибн Кааб атты сахабаны, Құранды жақсы оқитын сол кісіге имамдыққа бұйырып, қалған сахабаларды артына ұйытады. Бұл өте бір көркем көрініс болған еді. Жаңағы Омар разиаллаху анхуға бұл да ұнап қалады. Міне ол кезде 20 ракат оқылады, содан және осы өзінің жалғасын жалғастырып келе жатыр екен. Енді осы жерде тарауық намазының атына бір тоқталып өтейік. Жалпы түнгі намаздар өзі бірнеше атаулар бар. Қиямул лейл, түнгі намаз деп қоямыз. Оны тахаджуд деп бізде танымал болған намаз. Одан кейін үтір намаз деп қояды. Үтір ол да түнде оқылады. Бірақтан бұл сол қиямул лейл, түнгі намаздың соңғы бөлігі, тақ болып бітетін соңғы бөлігін үтір деп атайды екен. Енді тарауық намаз. Тарауық намазы бұл атауын сахабалардың кезінде алды. Пайғамбарымыз кезінде емес. Оның олай аталып кету себебі бұл арабтың тарвихатын сөзіне шыққан. Тарвиха деген сөз демалыс. Арасында бір тынығып алу. Неге? Ол кезде сахабалар намазды ұзақ оқитын еді. Соның арасында бір 4 ракат намаздардан кейін демалыс беретін болған. Сол демалыс уақытысында аяғы талғандар аяғын тынықтырып, яки болмаса дәрет жаңарайым дегендер дәретін жаңартып алып, су ішемін дегендер су ішіп алуға мүмкіндіктер беретін еді. Содан бұл намаз тарауық намаз аталып кетті. Яғни арасында үзілісі бар, демалысы бар, тынығуы бар намаз деген атаумен таңылып кеткен болатын. Бұл содан бері жалғасып келе жатыр. Бұған ғалымдар енді сүннет намаз деп есептейді. Мүмкін болатын болса оны қалдырмауға тырысу керек. Оған байланысты қызықтыратын хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисі бар: "Ман қама рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замби." Кім Рамазан айында иманмен, яғни Аллаға, ақыретке деген иманмен намаз оққан болатын болса, ва ихтисабан, және Аллахтан сауап үміт ете отырып оққан болатын болса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, оған уәде етілген нәрсе, пайғамбарымыз айтады, оның ілгергі күнәлар кешіріледі дейді. Бұның сауабы ерекше екен. Соған байланысты осы тарауық намазына қызықтыратын хадис бар. Оны мүмкін болған бойынша, яғни Рамазан айында жібермеген жақсы болып табылады екен.
Және тараух намазының және бір пайдасы, бұл енді Рамазан айының ішінде қадір кеші бар ғой, жаңағы хайру мин альфи шахр, 1000 айдан қайырлы деген сондай бір барша мұсылмандар қазақтың Құранда өзі арнайы аталып кеткен, Құран түскен түн болып есептелінетін, соған жаңағындай ғибадатпен, құлшылықпен, намазбен тұруға да мүмкіндігін туғызады екен. Тіпті ол қадір кешіне байланысты пайғамбарымыз бөлек ерекшелеп айтады: "Ман қама лейлатал қадри", кім қадір кешінде намазға тұрған болатын болса, иманан ва ихтисабан, иманмен және сондай Аллахтан сауап үміт етіп, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, оның да ілгергі күнәлары кешіріледі деп айтылып кеткен болатын. Енді бұл жалпы тараух намазының тарихын айтып кеттік, және оның аталуын айтып кеттік, бұлай неге аталуын. Енді сол тараух намазының оқылуына келсек, қанша ракағат болып оқылады дегенге. Айша анамыздан жеткен хадистердің бірінде, Айша анамыздан пайғамбарымыздың осы намазы жайында сұраған кезде, Айша анамыз жауап берген болатын: пайғамбарымыз Рамазан айында да, Рамазаннан бөлек айда да 11 ракағаттан арттырған жоқ деген бір риwayat бар. Осы риwayatқа қарап отырып, кейбір ғалымдар тараух намазы 11 ракағат оқылуы абзал деп есептейді. Бірақ бұл хадис ол намаздың шектелуіне себеп емес дейді ғалымдар. Яғни 11-ден артық оқуға болмайды дегенге дәлел емес дейді. Өйткені оны артықта оқуға болады. Өйткені және бір хадисте келеді: "Салатул лейли масна ва масна", түнгі намаз 2 ракағат, егер кім таң атып кетеді деп қорыққан болса дейді. Яғни ол жерде шектемейді. 11-ден кейін өтірғыл тақ қылып бітіріңдер деп шектемейді. 2 ракағаттан 2 ракағаттан оқиды. Ал енді таң уақытысы келіп атып кетеді деп қауіптенген болатын болса, онда 1 ракағатпенен, яғни өтір қылып намазын бітірсін дейді. Өтір деген арабтың тілінде тақ деген сөз. Тақ қылып намазын бітірсін. Ол 1 ракағат болар, ол 3 ракағат болар, ол 5 ракағат болар, өтір қылып намазын бітірсін деп бұйырған екен. Осы хадистерге сүйеніп отырып, және де Омар анхудың кезіндегі 20 ракағат оқығанына сүйеніп отырып, яғни тараух намазының ракағат сандар шектелмеген дейді. Оны көбінесе жергілікті мешіттің имамдары шешіп отыратын болған. Осыған байланысты мысалға Мекке дәуірінде соны ілгергі уақыттан бері бұл тараух намазы 30 ракағаттан артық оқылатын болған. Қазір кезінде біз көреміз, жаңағы Мекке жерлерінде алғашында 20 ракағат оқып алып, одан кейін түннің соңғы бөлігінде қайтадан келіп 13 ракағат оқып, бір 33 ракағат намаз оқып жатқанын көреміз. Бұның бәрі сүннеттен негізі бар екендігін білеміз. Өйткені Омар разиаллаху анху бұлар енді пайғамбарымыз жеткен хадисті бізден гөрі жақсырақ түсінеді. Сол үшін ол тараух намазына шектеу қойылмағандығын түсініп, оны 20 ракағатқа оқығанын біліп отырмыз. Одан кейінгі және де алып қарайтын болатын болсақ, жаңа пайғамбарымыз жеткен хадистерде ол кісі өзінің үмбетіне фаалейкум бис суннати, сендерге менің сүннетімнен ұстану керек дейді. Ва суннати хулафаир рашидин ал-махдиин, және менің әділ болған, тура болған халифтардың сүннетінен ұстану керек дейді. Ол халифтардың қатарына Омар ибн ал-Хаттаб, Алла кісіден разы болсын, сол кісі де кіреді екен. Ол кісінің үйреткен нәрсесі біздерге пайғамбарымыздың үйреткен нәрсесінің жаңағы насихат қылған нәрселердің қатарына кіріп қалады екен. Сол үшін ракағат санына келетін болсақ, ол 11 ракағат оқылуы мүмкін, 20 ракағат оқылуы мүмкін, одан да көп оқылуы мүмкін болып есептелінеді екен. Ал енді мешітте оқылатынына келсек, сұрақ туындаса, осы тараух намазын мешітте оққан абзал ма, үйде оққан абзал ма дейтін болсақ, тараух намазын үйде де оқуға рұқсат етіледі. Пайғамбарымыз 3 күн мешітке шығып, 4-ші күн шықпай қойған сияқты, тараух намазын үйде де оқуға рұқсат етіледі. Бірақ абзалдығына келетін болатын болсақ, енді бұл ғалымдар арасында пікір талас бар, қайсы абзал дегенде, абзалдығына келетін болсақ, мешітте имамға үйіп оқыған абзалырақ болады. Егер сол мешітте осы Құранды тараух намазында бастан аяқ оқу, хатым рәсімі жүріп жатқан болатын болса. Өйткені оған байланысты жаңа хадис бар, пайғамбарымыздан келген: иннаху ман салла ма имамихи, кім-де-кім өзінің имаммен бірге дейді. Осы тараух намазы оққан болатын болса, хатта янсариф, имам өз намазынан біткенше сонымен бірге соңына дейін оққан болатын болса, имаммен бірге тараух намазын, кутиба лаху қияму лейлатин, оған түні бойы намаз оқыды деген сауап жазылады деген және хабар бар пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін жаңағы абзалдығына келетін болсақ, онда мүмкіндігі бар адамдарға мешітте сол имамдардың артынан оққан абзал болады екен. Ал енді мешітте имамдардың артынан оққан кезде ол жерде қайсы абзал болады, 11 ракағат па, 20 ракағат па десек, имамдар қанша ракағат оқып жатқан болса, сол абзал болады.
яғни хатта янсариф, имам намаздан босағанша дейді. 8 ракағат болса 8 ракағат, 20 ракағат болса 20 ракағат имамдармен бірге оқу абзал, әлбетте жұмысына болмасқа басқа бір шаруасына асықпағандар үшін. Бұл жаңағы абзалдық жағына келген болатын болсақ. Енді мынандай жағдайлар болуы мүмкін. Енді кімде-кім бір өте асығыс, бір өкіметте жұмысы болып, енді қазір оразаның уақыты жазғы уақыттарға түсіп жатыр ғой, түн өте қысқа. Сол үшін кейбір адамдар тараух намаз бар үйіп оқитын болатын болса, ертесіне жұмысқа үлгермей қалам болмаса, ұйқым шала болып, жаңағы жұмыста кішкене белсенділігім төмендеп қалады деп бір жұмыстан босаймайтын кісілер болатын болса, онда ол кісілерге имаммен оқи алғанша оқып, қалған уақытында үйіне барып демалса болады. Бірақ мынандай әдет болып кетпеу керек. Яғни кей кезде біз көреміз, бұл сүннетте келген 8 ракағат деп имамдардың артынан барып 20 ракағатқа толық ұйымастан 8 ракағаттан кейін оқып болғаннан кейін сол үйіне де қайтпай мешітте қалып, сол жерде мешіттің ауласында қатты даурығып, жаңағы сөйлесіп, өздерінің жаңағы намаз оқып болғанымен қоймай өзгелердің намазына дауыстап сөйлеп кедергі тигізіп жатады. Бұл да дұрыс емес іс болып табылады. Егер адам асыққан болатын болса, онда 8 ракағат оқып қайта берсін. Егер асықпаған болатын болса, онда білсін, мешіттің ауласына тұрып сөйлесіп отырып уақыт өткізгеннен гөрі имаммен бірге толық ақырын оққан сауабы артық сүннет бойынша, пайғамбардан жеткен хадис бойынша. Бұл жаңағы мешіттегі келген мәселелер келетін болсақ, одан кей кезде осындай бір тараух намазына байланысты жиі туып қалатын дау, басым көпшілік адамдар жастар ғой, жастар болғаннан кейін алғаш ілім үйрену барысында өзінің бірінші көрген нәрсесін үлкен дәлел деп есептеп, кейбір кісілердің дәлелдерін қабылдамауға байланысты жаңағы жамағат арасында келіспеушіліктерді туындап жатады. Бұл тараух намазының 20 ракағат, 8 ракағатына байланысты түсіндірме бердік. Соны себепкер қылып, жаңағы жамағаттың арасында іріткі салуға болмайды. Ол харам етілген істердің бірі болып табылады екен. Осыған қысқаша бір әңгіме айта кетейік, сөзіміз тиянақты болу үшін. Ілгергі уақытта бір қалада елдер осы Рамазан айында тараух намазын оқитын болған екен. Сол кезде оқитын болған кезде бірі 20 ракағат оқимыз депті. Омар разиаллаху анхудың кезінде солай оқылғанда, бірі пайғамбарымыз Айшадан жеткен хадис бар, 11 ракағаттан арттырған жоқ деген бар екен, 11 ракағат оқимыз деп жамағат екке даулас қапты. Осы даудың ақыры имам егер 20 ракағат оқитын болатын болса, 8 ракағат оқимыз дегенде толық оқымайды екен. Имам 8 ракағат оқитын болатын болса, 20 ракағат оқитындар оларға ренішін білдіре бастаған екен. Осы дау шиеленісіп бара жатқаннан кейін, оның шешім таппағаннан кейін, олар сол жердегі білікті бір ғалым кісіге барып осы сұрақтарын қойыпты. Бізде мешітте дау туды, 20 ракағат дейміз, 11 ракағат дейміз, сөйтіп жаңағыны дауласып жатырмыз, қайсысын оққанымыз дұрыс, сіз не деген шешім айтасыз деген кезде, ол ғалым кісі олар тыңдап отырып айтқан екен дейді. Екі жақ көнбей жатырмыз, 20 ракағат болсақ 8 ракағат оқитындар ренжіп жатыр, 8 ракағат болатын болса 20 ракағат оқитындар ренжіп жатыр деген кезде ғалым сөзін тыңдап отырып айтқан екен. Ондай егер бір шешімге, сондай бір ауыздылыққа, ынтымаққа келе алмайтын болсаңдар, ондарға сендерге хайырлысы Рамазан айында мешіттеріңді жауып қойыңдар деген екен дейді. Бәрі таңғалды. Не үшін деген кезде тараух намазы сүннет, ал мұсылмандар арасындағы татулық ол парыз деп айтқан екен. Сол үшін кейбір мәселелерде жетік білмеген болатын болсақ, оны бір іріткіге, дауға, бүлікке алып келуге ешкім тиіс емес екен. Бұл жаңағы тараух намазының біз оқылу мәселесіне келген болатын болсақ. Енді және бір жағдай болып қалуы мүмкін. Бір кісі мешітке келсе, мешіттегілер иша намазын, яғни құптан намазын оқып қойған екен. Тараух намазына кірісіп кетті. Бұл адам, яғни иша намазына кешігіп келді. Бұл адам не істейді деген сұраққа бір тоқталып өтейік. Бұндай жағдайда абзалырағы ол адамға иша ниетіменен, құптан намазының ниетіменен тараух оқып отқан имамға бірігіп қосылып кету. Осы абзал болып есептелінеді. Оны сосын имам намазын босағаннан кейін, егер қандай да бір ракағат саны қалып кеткен болса, оны өз алдына жеке толықтырады. Бұған сүннеттен дәлел біз бар екенін білеміз. Пайғамбарымыз сахабасы Муаз ибн Джабал атты сахабасы болған. Ол кісі пайғамбар артынан тұрып намаз оқығанды өте жақсы көретін еді. Сол үшін Айша намазында пайғамбарымызбен бірге қосылып намаз оқитын. Ал өзі ол кісі болса Құба деген жерде имам болатын, пайғамбарымыздың тағайындауыменен. Кейін өзінің жамағатына барған кезде бұл кісі иша намазын оқып қойған. Сол үшін ол кісі нәпіл оқитын, ал артына оқығанда ұйғандар иша ниетімен оқитын еді. Осы хадиске сүйене отырып, яғни жаңағы тараух намазы сүннет нәпіл болатын болса, иша намазын оған
ұюға болады екен. Яғни сахабалардың өмірінде кездескендігіне байланысты, пайғамбарымыз оған тоқтату салмағандығына байланысты. Сол үшін кімде-кім Айша намазына кешігіп келген болатын болса, қандай да бір үзірлі жағдайменен тарауғы намаз басылып кеткен болатын болса, оған өз алдына бір жамағат құрып, топ құрып, Құран оқып, имамның қырағатына араластырып, әйелді әуреге салғаннан көрі Айша ниетімен жамағатқа үйіп кеткені абзал болады. Сөйтіп жаңа қалған ракағатын оқып алады да, одан кейін үлгергенше тарауыққа қосыла береді екен. Оның жаңағы тарауықтағы ракат саны кем болып қалғаны ешқандай айып болып есептелмейді, оның ниетіне қарай сауабы жазылады екен. Аллах Тағала баршамызды сол Рамазан айына жеткізсін, сол кезде жасаған құлшылықтарымыздың қабыл болуын, дүниеде бізге оның бір берекеті, ақыретте оның бір жақсылығы болуын баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейх.